Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді қамыр жұмсақ болып шығатын шақпалауды жасаймыз. Кеттік. Алдымен етімізді орташа деңгейде осылай турап аламыз. Одан кейін қыздырылып тұрған табамызға салып 3-4 минуттай жақсылап қуырамыз. Етіміз қуырылғанша енді пиязымызды тураймыз. Бір пияз жеткілікті болады. Қызар описанияда мен барлық ингредиенттерін жаза кетемін. Бірақ та сіздерде адам басына байланысты ингредиенттерді соған байланысты саласыздар. Біздің үйде адам саны аз болғандықтан мен палауды шағын етіп жасадым. Етіміз 3-4 минуттан кейін жақсылап осылай қуырылып болады. Енді осы етке пиязымызды салып, пиязымыз қызарғанша тағы да қуыратын боламыз. Палаудың түсі сары болсын десеңіз, ондай пиязды сәл күйдіңкіреп қуыратын боламыз. Енді табамыздың бетін жауып, жақсылап пісіретін боламыз. Оған дейін қыздар сәбізімізді ірілетіп, қатты жіңішкелетпей осылай видеодағыдай турап шығамыз. Мінеке сәбізіміздің барлығын турап болдық. Енді табамызға ашып, біздің етімізге дәм беру үшін бір сарымсақты турап, етке салып, тағы да сарымсағымыз піскенше қуыратын боламыз. Дәміне қарай палаудың сәл ғана дәмдеу үшін қоссаңыз болады. Сол кезде дәмдеуіш етке сіңіп, етіміздің дәмі ерекше дәмді болып қуырылатын болады. Мінеке барлығын жақсылап араластырдық. Енді суын құйып, етіміз піскенше 1-1,5 сағат жақсылап қайнатып, бұқтырып алатын боламыз. Етіміз піскеннен кейін енді манағы туралған сәбізімізді салып, тағы да бір 3-4 минуттай араластырып қуыратын боламыз. Келесі кезекте енді дәмдеуіштерді қосамыз. Менде палауға арналған Магидің Ролтонның дәмдеуіші болды. Мен содан қостым. Егер де үйіңізде зира болса, зираны да қоссаңыз болады. Мінеке араластырып, табаның бетін жауып, тағы да қуыратын боламыз. Сәбізіміз пісу үшін тағы да су құйып 15 минуттай пісіріп аламыз. 15 минут уақыттан кейін енді күрішімізді 3-4 қайтара жақсылап жуып, табамыздың ішіне салатын боламыз. Осылай бір текті қылып жинайтын боламыз. Одан кейін дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Ірі сарымсақ болса, қыздар бір түйірін салсаңыздар болады. Әдетте күрішті қуырған кезде 20-25 минут пісіреміз, бірақ та бұл жолы тек қана 15 минут пісіретін боламыз. Яғни біздің күрішіміз толықтай піспеген болуы қажет. Енді күрішіміз піскенше қамырын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жылы сүт қажет. Сүтімізді жақсылатып қыздырып аламыз. Одан кейін оған 1 шай қасық тұзымызды, 1,5 шай қасық аштығымызды саламыз, 1 шай қасық қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамыз бізде міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Осылай жақсылап енді барлығын араластырып аламыз. Одан кейін сары майымызды ерітіп, біздің табамызға құйып, оны да араластырамыз. Қыздар, ұнның мөлшерін мен жазбадым. Қажетінше осылай бірінші салып, араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Шамамен менде 300-350 грамдай ұн кетті. Бірақ та бірден салмай, қажетімше осылай саламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды тағы да бір басып жеріп, қолымызды майлап, екіге бөлеміз. Яғни бір үлкен бөлігі, екіншісі одан кішілеу қылып бөліп аламыз. Әдемілетіп, осылай видеодағыдай жайып, форманың менде диаметрінің сантиметрі 26 сантиметр болатын осындай формамызға әдемілетіп, бортиктарын шығарып, төсейтін боламыз. Мінеки жақсылап барлығын төсеп шықтық. Енді біздің арасына дайын болған палауымызды саламыз.
Пешімізді осы кезден бастап 180 градусқа қыздырып бастаймыз. Бұлай қарағанда қиын болып көрінеді, бірақ та қыздар жасалуы өте оңай. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейтін боласыздар. Мінекей енді екінші қамырымызды да жұқалатып, әдемілетіп, осылай жайып шығатын боламыз. Дайын болған қамырды палауымыздың бетіне жаямыз осылай, сосын жан-жағын бірінші түйіп алатын боламыз. Әртүрлі етіп түйсеңіздер болады. Маған қолыма перчатка ыңғайсыз болғандықтан мен оны шешіп тастадым. Міне бірінші барлығын түйіп алғаннан кейін осылай одан кейін орайтын боламыз. Үйіңізде әртүрлі фигуркалар болса, сәл ғана қамырды алып, бетіне әсемдік үшін қойсаңыздар болады. Мінекей барлығын түйдік. Енді жұмыртқаның сарысына сәл ғана сүтті қосып, араластырып, біздің палауымыздың бетіне жағып шығамыз. Сол кезде беті қып-қызыл, әдемі болып пісетін болады. Келесі кезекте күнжі дәні мак болса, осылай әсем десеңіздер болады. Әрине өз еркіңізде әртүрлі қылып, бұдан да басқа қылып әсемдеуге болады қыздар. Мінекей енді ортасына да мен сәл ғана макты септім. Дайын болған біздің шақпалауымызды енді 180 градуста беті қызарғанша 35-40 минут пісіреміз. Ауызашарға үйіңізге қонақ келетін болса, осы тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген ерекше, көпшілікке арналған тағамдардың бірі. Рецепт ұнап жатса, қыздар мені қолдап, комментарийға кез келген смайликті, ойыңызды, пікіріңізді жаза кетсеңіздер, мен үшін ол өте маңызды. Сонымен қатар менің каналымда бұдан да басқа ауызашарға арналған менюдің рецепттері бар. Каналыма тіркеліп қарасаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.